Сәлем қыздар, мантыны түйеге ерінетін ханымдар үшін өте оңай, осындай ерекше әдіспен жасап көрсетемін. Менімен бірге жасап көріңіз, мантыңыз сочный болып шығады. Алдымен тестін дайындаймыз. Ол үшін салқын суға бір жұмыртқа және тұзымыз салып араластырып аламыз да, алдына дайындалған ұнның үстіне осылай құйып қамырымызды илейміз. Қамырымыз бізде қатты болады, пакетке салып осылай қойып қоямыз. 1 сағат тынуы керек қамыр, және де салмасына картоп, асқабақ және де сәбіз, және ең бастысы біз етімізді қолмен көбіктеп турайтын боламыз. Тұз, қара бұрыш және де кішкене су және сұйық май, болмаса құйрық май қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды әрбір 15-20 минут сайын иін қандырып тұрамыз. Сол кезде идеальный универсальный тесто шығады. Бұл қамырмен любой тамақты жасай берсеңіздер болады. Әрқайсысын 30-25 граммнан бөліп алып, осылай жайып аламыз да, салмасын салып, дәл видеодағыдай түйіп шығамыз. Бір-бірдей қылып және осындай тіс шұқығыш зубочисткамен әдемілеп өріп шығатын боламыз. Екінші манты бізде кәдімгі уйгурский манты, өте оңай жасалу жолы. Бұны барлығы біледі деп ойлаймын енді. Дәл осылай бір-бірдей қылып барлығын жасап, сұйық майды жағып, листке салып 45 минутқа мантымызды пісіріп аламыз. Өте дәмді. Піскеннен кейін міндетті түрде таяқшаны, яғни алып тастаңыздар. Және де менің парақшама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.